Мына үш препаратты дұрыс пайдаланып жүрсіз ба? Ол қандай препараттар? Ол менің қолымдағы парацетамол, сіздердің жақсы көретін аспириндеріңіз және цитрамон. Шыны керек, мен кішкентай кезімде мен кішкене тоңып қалсам, сырттан екі бетім қызарып кетсе, анашым маған осы аспиринді беретін. Мен түсінбейтінмін, енді жақсы мама айтып жатыр, ішіп алайын деп ішіп алам. Бірақ өзім дәрі ішкім келмейді, мен көп дәрі ішпейтін адаммын. Енді қараңыздар, халық жалпы осы 2019-2020-да өзіңіз білетіндей карантин болды. Карантин кезінде мен аптекада жұмыс жасадым. Халықтың барлығы жабылып, осы үш препаратты 10-10-нан алған болатын. Мен енді неге алып жатсыз деп сұрасам, халықтың барлығы алып жатыр ғой, үйде тұра берсін деген сөздер айтылды. Халық шыны керек, бұл препараттардың қайда дұрыс қолдану керек екенін әлі күнге дейін білмейтіндер бар арамызда. Енді мен сізге барлығын айтайын. Бізде цитрамон, парацетамолдан бастап, парацетамол ол бізде детский и взрослый болады. Қарасаңыздар, детскийдің бізде дозасы 200 мг, ал парацетамол взрослый ол бізде 500 мг болып келеді. Енді бұл ең басты қызметі тек қана температураны өте жақсы түсіріп береді. Когда сіздің температураңыз 38-ден жоғары болып жатса, осы парацетамолды балаңызға дозасын беретін болсаңыз, онда балаңыздың температурасы түсетін болады. Бұның балалардағы дозасы 10-15 мг на килограмм. Каждый 4 сағат сайын берілу керек. Баланың температурасы түспей жатыр деп, сағат сайын беруге болмайды. Келесі препарат ол бізде ацетилсалициловая кислота, немесе аспирин препараты. Аспирин препараты негізінен бұл бізде нестероидный противовоспалительный препарат. Получается, тек қана сізде воспаление болып жатыр, әртүрлі воспаление түрі көп қой бізде. Сол воспаление болып жатқан кезде сіздегі воспаление өте жақсы басып береді. Бұның қызметі қазір мына жерге жасап кетем. Бұл негізінен бізде СОК1, СОК2 деген рецепторге әсер етеді. Ең басты қауіп факторы, оны көп қолданған кезде асқазандағы әртүрлі жараларға алып келуі мүмкін. Келесі препарат ол бізде сіздердің жақсы көретін цитрамон препараттарыңыз. Көбісі айтады, басым ауырса осы цитрамонды ішем деп. Енді цитрамон бізде қандай препарат? Цитрамон ол бізде комбинированный препаратқа жатады. Бұның құрамында ацетилсалициловая кислота, яғни аспирин және парацетамол бар. Сонымен қатар аз мөлшерде кофеин бар. Көбіңіз білетіндей, давление түсіп кеткен кезде кофеин ішеді. Неге? Себебі ол кофеин бізде сіздің қан тамырларыңызды кеңейтіп, қанның айналуына өте жақсы көмегін тигізетін болады. Егер де сіздің давление түсіп кетіп жатса, бір таблетка цитрамон ішіп қойыңыз. Цитрамон бұл өте көптеген бас ауруы кезінде, сонымен қатар мигрен кезінде өте жақсы көмектесетін препарат болып табылады. Бірақ бұл препараттардың әсерін білсеңіз де, оны оңды-солды қолдануға болмайды. Кез келген препараттың өзіндік кері әсері бар, ал кері әсері сіздің организміңізге жақсы емес. Сондықтан да әрбір препараттың дұрыс пайдалануын біліп, балаңыз ауырған кезде кез келген препаратты емес, орын-орнымен беруді үйреніңіз. Сізге бұл ақпарат ұнаған болса, каналға тіркеліп, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.